وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah Teala ham sanalar olsun, şükürler olsun. Жаратқан иеміз осындай ұлы сансыз неғметтерді біздерге насып қылғанына, Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламға, оны ахл байттеріне, сахабаларына, қияметке шейінгі барша салих үмметтеріне Алланың сәлемі және мағфират болсын. Бүгінгі қасиетті жұмадағы тыңдайтын уағыздарыңыз, өткен жұмада бастаған болатымыз, осы шариғат мәселесінде сөз шертсек, өйткені Құдайға шүкір, енді альхамдулилла, намаз оқушылардың саны көбейіп келе жатыр, әсіресе жастар. Бірақ әркім қандай кітаптан не тапқан болса, сол бойынша оқып жатыр. Кейбіреулері білместен әрине Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам базы бір хадистерін жоққа да шығарып беріп жатыр. Ол енді өте қауіпті мәселе деп, осы өткен жұмадан бастап шариғат фиқ мәселесі бойынша уағыз жүргізіп жатырмыз. Бүгінгі уағызымыз сол дәретте, дәрет алып жатқан уағымызда бисмилланы айту керек па, керек емес па, одан кейін масық тартудың жолдары, мисвак тарту, осы жайлы болмақ. Жалпы дәрет алып жатқан уақытта бисмилла айту, бисмиллахир-рахманир-рахим деп бастау, бұл мұстахаб амал болып саналады. Бірақ кейбір ғалымдарымыз бұны сүннет деп те айтқан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бір хадистеріне сүйене отырып. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады өзінің хадис шарифінде, оны Жадда деген кісі айтады. Қала сами'ату Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам, мен Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды естім. Яқулу, ол кісі айтатын еді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, лам ю'мин биллахи ман лам ю'мин би. Маған иман келтірмейінше Аллаға иман келтіре алмайды. Яғни маған иман келтірмеген адам Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзін пайғамбар екендігіне, соңғы пайғамбар екендігіне иман келтірмеген адам, ол Аллаға иман келтірдім деп айта алмайды. Бог един деп айтып жатады, бірақ мейлі қанша деп Құдайымыз бір болғанмен, Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам соңғы пайғамбар деп мойындамаған адамда иман болмайды деді. Валам ю'мин би ман лам юхиббил ансара. Менің ансарларымды, яғни Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мединеге хижрат жасаған уақытта Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам және сахабаларына қолдау көрсеткен, исламның кең қанат жаюына жәрдемдескен ансарларын, яғни ансар деген жәрдемші деген сөз, сол ансарларын жақсы көрмейінше дейді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, ол ешкім маған иман келтіре алмайды. Мұхажирлерді бәрі де жақсы, бірақ Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ансарларды ерекше осылай сипаттайды. Уәла салата лиман ла вудуа лаху. Дәреті жоқ адамның намазы жоқ. Дәреті толық болмаған, дәреті болмаған адамды 1000 жерден намаз оқса да, оның намазы жоқ болып саналады.
ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. Енді сол дәрет алар кезде бисмиллахир-рахманир-рахим деп айтпаған адамның дәреті де жоқ дейді. Деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы хадисті айтқаннан кейбір ғалымдар бұны сүннет деп айтады. Яғни бисмиллахны бастамаған адамның пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дәреті де жоқ болып саналады дейді. Бірақ көп ғалымдар бұл жерде бұйыру тапсырмасы болмағандықтан бұны мустахаб амалына кіргізген. Және бір хадисінде пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның Абу Хурайрадан риуаят етіледі. Онда да дәл осындай, бірақ ол жерде бұл дәрет, бисмиллахны айтудың дәреттегі ерекше қасиеті бар, пайда ететіндігі жайлы былай дейді. Қала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам: Я Абу Хурайра, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: Ей Абу Хурайра, ида таваллата, егер сен дәрет алатын болсаң, фақул бисмиллах, сен бисмиллахир-рахманир-рахим деген. Вальхамдулиллах, алхамдулилlah деп айтқан. Фаинна хифзатака ла табраху тактуба лака ал-хасанат. Сен осыны әрдайым айтып жүретін болсаң дәрет алуда, бисмиллахир-рахманир-рахим деп бастасаң, және алхамдулилlah деп Аллаға шүкір айтып отырсаң, онда сол айтып жүруің, осы амалдар жасауың саған көп хасанаттар жазады, сауаптар жазады. Хатта тухдиса мин заликал вудуи. Сол дәретіңді бұзғанға дейін саған сауап жазылып тұрады деді. Яғни бір кісі дәрет алатын болса, дәрет алғанда бисмиллахир-рахманир-рахим деп бастаса, арасында алхамдулилlah деп Құдайға шүкірлер айтса, сол дәретін бұзғанға дейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып жатыр, хасанаттар жазылып тұрады, жазылуын тоқтатпайды. Ла табраха тактуба лака ал-хасанат деген саған сауап жазыла береді, қашан сол дәретіңді бұзғанға дейін. Осы хадистердің негізінен дәрет алудан алдын бисмиллахны айту мустахаб дейді. Бірақ бұл жерде ислам ғалымдар айтады, бисмиллахны айта алмай қалған адамның мүлдем дәреті жоқ деген сөз емес. Бисмиллахны айтылмай дәрет алғанның фазылы, сауабы төменірек деген шешімге тоқтаған. Жалпы дәрет алған уақытта да барынша бисмиллахның барлығын толық айтқан абзалырақ екендігі жайлы пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның мына бір хадисінде жақсы ашып айтады. Ал-Баррадан риуаят етіледі: Ма мин абдин яқулу хайна ятаваллау бисмиллах. Кім деген бір кісі дәрет алған уақытта бисмиллахир-рахманир-рахим десе, ثم يقول بكل عذب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Кейін әр ағзасын жуған сайын калиманы айтса дейді, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله деп айтып отыратын болса, ثم يقول حين يفرغ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. Дәретін алып болғаннан кейін, ей жаратқан ием, мені тәубе етушілерден ете көр. Ей жаратқан ием, мені күнәлардан пак болушылардан ете көр десе дейді. Яғни бисмиллахмен бастады, намазының дәретін арасында бүкіл ағзаларын, қолын, бетін жуып атқанақта калиманы айтты. Болғаннан кейін, ей жаратқан ием, мені тәубе етушілерден ете көр, күнәдан пак болушылардан ете көр десе, илля футиха лаху таманияту абвабил джаннати. Оған пейіштің 8 есігі ашылады. Ядхулу мин аййиха. Ол пенде осы дәреттің бәрі осы нәрселі шарттарды сақтаса,
пештің 8 ешлігі ашылады да, ол қалаған есігінен кіретін болады дейді. فإن قام من فورها ذلك فصلى ركعتين يقرأ فيهما ويعلم ما يقول. Енді дәреттен босаған сәтте тұрып 2 рәкат намаз оқитын болса, және сол намазында не оқып жатқанын білетін болса дейді. Олай дәрет алып, ана жаққа барып келіп, малын суғарып келіп, немесе жаңағы басқа дүниелік жұмыстар емес, сол дәреттен кейін бірденен тұрып намаз оқитын жеріне келіп намаз оқыса, және намаз оқып жатқан уақытта ойы жан жақ емес, не оқып жатқанын білетін болса дейді. Интафала мин солатихи кайоумин вулидатху уммуху. Намаз оқып бітіргеннен кейін ол анасынан туылғандай пәк болып қайтады намазда. Дәретін бәрін толық қылды, шүкірлік айтты, ешқандай сөйлеместен келіп 2 рәкат намаз оқыды, намазында ешқандай не оқып жатқанын білді, өзінің ойын жоғалтпастан. Содан кейін намаздан шығатын болса, ол пенде анасынан туылғандай пәк болады дейді. Сумма юқалу лаху истаниф л-амала. Және оған айтылып тұрады, яғни періштелерден Алланың бір мақлуқтары бар, құлдары, сүйікті құлдары, пәк құлдары, тағы да осындай амал жасағын, қайталағын деп тұрады дейді. Телеуші болып тұрады. Жалпы ислам ғалымдары ла вудуа лиман лам юсам Аллах, яғни Алла бисмиллахир-рахманир-рахим деп деместен дәрет алғанның дәреті жоқ деген хадисті барлық ислам ғалымдары, бұл хадис тарғиб, яғни дәретке алған уақытта бисмилланы барынша естен шығармасын, әрдайым бисмилламен дәрет алсын деген мақсатқа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан деген шешімге тоқтап, бір ауыздан дәретті алып жатқан уақытта бисмиллахир-рахманир-рахимді айту ол мустахаб деді. Екінші тақырыбымыз ол мисвак, тісімізді мисвактау. Оны көбіне көп көреміз, кей жерлерде осы намаз бастайын деп жатқан уақытта мисвактан аузын тазалап жатады. Бұлай тазалап, кейін қалтасына салып намаз бастап жатады, кейін оны тақуалық ретінде жасайтын шығар. Бірақ ол сол уақытта жасалу керек па? Жоқ, басқа уақытта жасалу керек па? Сол жайлы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не дейді? Соған қысқаша тоқтайық. Бұл да Абу Хурайрадан риуаят етіледі. Ан Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям аннаху қала: лаула ан ашаққа аля уммати. Егер менің үмметіме қиын болмағанда еді, ла амартухум бисваки инда куллил вудуи. Мен онда үмметіме айтар едім, әр дәрет алған уақытта мисвакта деп айтар едім, бұйыратын едім. Инда кулли вудуи, инда кулли солатин дегенде хадис бар, ол әлсіздеу, заифтау. Бірақ ол жердегі мағынада инда кулли солати, әр намаздың алдында деген уақытта пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям көбіне, тағы бір хадисті айтам, намазға шығатын болса дейді, міндетті түрде дәрет алатын еді. Міндетті түрде тісін тазалайтын еді. Содан кейін барып үйден шығатын еді намаздан дейді. Мына хадисте нақтырақ айтып жатыр, менің үмметіме қиын болмағанда мен оларға бұйыратын едім, әр дәрет алғаныңда мисвакта деп. Әр намазға тұрғаныңда емес. Сондықтан мисвакты дәрет алып отқан уақытта жасайды. Жаңағы тағы шарықтайды, тапсырлайды ислам ғалымдары. Егер сен намаздан алдын, намазға тұрып отқан уақытта тісің тазаласаң, біріншіден тісіңде шөптер қалуы мүмкін. Оны түкіруіңе мәжбүр боласың. Ал енді жұтып жіберсең, ол да макрух болады. Өйткені сен оны тазалап жатыр едің. Осында да мисвактап жатқан уақытта аузың құрап кетеді. Сондықтан бұл жерде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям нақты айтып жатыр, дәрет алған уақытта мисвактағанда, сол уақытта
аузын тазалап, шайып, кейін намазға шық. Намазда сапқа тұрған уақытта емес бұл, деп жатыр. Және пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям және бір хадисі бұл енді Али разияллаху анхудан дәл осындай. Бұл жерде сәл айырмашылығы бар. Лаула ан ашаққа аля уммати, егер менің умметіме қиын болмағанда дейді, ла амартухум бисваки ма'a kulli вузуин, дәрет алумен бірге мисвактауды да бұйырар едім дейді. Ана жақта мисвактауды бұйырар едім, намаз дәрет алып жатқан уақытта десе, бұл жерде дәрет алумен бірге сінде мисвактауды бұйырған болар едім деп Али разияллаху анхудан келген риуаятта осылай дейді. Жаңағыда тағы бір хадис: "Лау анна ашаққа аля уммати ла амартухум бисваки ма'ал вузуи инда kulli салати". Міне. Әр намазға шығар кезде дәрет алған уақытта мисвактауды да бұйырар едім дейді. Намазға сапқа тұрған уақытта емес, намазға шығарда дәрет алуды, әр намазға, және сол намаз дәрет алып отқан уақытта мисвак тартуды мен бұйырған болар едім дейді. Айша анамыздан айтады, жалпы айтады, ол кісі мисвактау ол тісті тазалау. Екіншісі Алланың разылығы үшін. Өйткені біз әрдайым тісін мисвактап жүрген адамның аузынан жаман иіс шықпайды. Намазда аузынан сасық иіс шықпаған адамның қасындағы адамға азар тимейді. Әзір егерде намаз тұрған уақытта қасындағы адамның аузы сасып жатса, өзің оқиын деп жатсаң, оның иісі мұрныңа келіп жатса, жағымсыз жағдай пайда болады ғой. Сондықтан да бұл жерде айтып жатқаны мисвактау тазалық Алланың разылығы үшін. Бірақ ол дәрет алып жатқан сәтте, намазға тұрған сәтте емес. Бұл да сүннет пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламнан. Кім дәрет алатын болса мисвактау. Ал енді мисвагы жоқ болса ше дейді. Мисвагы жоқ, оның әрдайым мисвак алып жүру мүмкін емес қой. Ол жайлы айтады, онда саусақтар мен бармақтарменен мисвактауды дұрыс санайды. Бұл да пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның Али ибн Аби Талибтан келген хадисі. Ол кісі айтады: "Аннаху да'a би кузин мин ма'ин фагасала вajhahu". Али разияллаху анху бір күні дәрет алып отқан уақытта бір кувшин дейді ғой, жаңағыдай ыдыспенен су алдырды. Фагасала вajhahu, бетін жуды, ва каффаху талатан, қолын жуды, малды аузын шайды. Сол уақытта адхала бa'да асабиhi фи фамиhi, кейбір саусақтарын аузына тығып, жаңағыдай аузын шайып отқан уақытта, 3 мәрте шайып отқанда бармақтармен де мисвактады дейді. Яғни тістерін ысқылады дейді. Соның болған екен айтты: "Хаза вузуи Расулиллах саллаллаху алейхи ва саллям". Осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның дәреті осы еді деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның қалай дәрет алуын Али разияллаху анху осылай деп үйретеді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам хадисін келтіріп. Ендігі тақырыбымыз ауызды және мұрнын шаюдың сүннет екендігі жайлы. Бұл да сүннет. Жалпы әр ауыз шайған уақытта жаңадан су алып, бір суды алып 3-ке бөліп емес, немесе ол жерде бір мәрте алдыңыз ба, толық шайып тастап, 2-ші мәрте, 3-ші мәрте, дәл сол секілді әр мұрынға су алған уақытта да жасау жайлы айтып жатыр. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның мына бір хадисінде бұны жақсырақ айтады. Бұл Асим Луқайдан келген риуаят етілген хадис. Ол кісі өзінің әкесіне айтады: "Иза тавалдуат
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Annabi sallallahu aleyhi ve sellem iza tavaddaat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer deret alatın bolsa deydi, فأبلغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمة. Ораза tutпаған болса дейді, аузын шайғанақта толық жасайды дейді. Яғни ғарғара аузына алтып түкіріп тастамайды екен. Алып ғарғара қылып, қолдармен толық мисвак жасап, мұрнын шайғанақта да толық тартып, кейін қағатын еді. Ал тек қана ораза болса, жеңілірек жасайтын еді дейді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның хадисінде. Және бір хадисінде осыны дәлдеп айтып келеді да, бұл хадисті оқып кетуді жөн көрген себебім өткен жұмамызда айтқан болатынбыз қалай мәсих тартуды. Осы басқа мәсих тартуды осы хадисті толығырақ айтқан екен. Осы хадисті тағы бір оқып кетуді жөн көрдім. Бұл Абдулла ибн Заид, ол кісі өзінің атасы Амр ибн Яхиядан риуаят етеді. أتستطيع أن تراني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның қалай дәрет алғанын көресіңдер ме деді. فقال عبد الله ابن زيد айтады, я көреміз дедік. فدعا بماء فأفرغ على يديه, суды алдырды да қолын шайды. وغسل يده مرتين, екі мәрте жуды. واستنشق ثم مضمض واستنشق ثلاثة, кейін аузын үш мәрте шайды, мұрнын үш мәрте шайды. ثم غسل وجهه ثلاثة, кейін бетін үш мәрте жуды. ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين, кейін екі қолын екі мәртеден білегімен қоса жуды. ثم مسح رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر, кейін екі қолыменен масих тартты басына. Сол масих тартқанақта алды жағынан бастады да, кейін алдына қарай қайтып қайтарды деп бастайды да, соң бадаа yuqaddimu ra'sahu hatta dhahaba bihima ila qafahu. Сол уақытта бастады, бірінші бас жағынан бастады, соны желкесіне дейін апарды дейді. Thumma raddahuma ila makan alladhi bada'a, кейін сол бастаған жеріне қайтып алып келді дейді. Мына жерден бастаған болса, толға апарды дағыны, қайтадан сол екі қолын қайтарып алып келді бастаған жеріне. Thumma ghasala rijlahu, соң екі аяғын жуды дейді. Яғни өткенде уағызында айтып кеткен болатын, масихты біздерде осылай тартады деп, ол Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның нақты хадисінде көрсетілген. Яғни мына екі саусақты басқа тигізбейді, бірақ қазір кейінгі хадисте келеді ол. Бұл жердегі мына үш саусақ қосылып тұрады да алақанмен. Мына үш саусақтың мына бөлігі, саусақ бөлігі бастың жоғары жағын тартса, ал енді алақан бөлігі басты кейін қарай тартқан уақытта екі құлағымыздың үстіменен қайтарып әкелді дейді. Ал мына екі қол жайлы әзір кейінгі хадисімізде нақтырақ айтамыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жалпы осы дәрет алған уақытта осы мәселелердің барлығын толықтай Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның өсиетіндей етіп жасаса үлкен сауапқа ие болатындығын жайлы, және оларға ерекше бір кереметтер болатын жайлығы да мына бір хадисінде ашық баяндайды. Ман тавадда ал-абду фамадмада хараджал хатая мин фамихи. Кім дәрет алды, сол уақытта аузын, мұрнын шайса дейді. Онда бүкіл аузын шайса, бүкіл аузынан күнәлары, қателері төгіледі. Фаида истансара, ен мұрын шаятын болса, хараджал хатая мин фамихи, мұрында бүкіл күнәлар кетеді. Фаида ғасал ваджхаху, хараджал хатая мин ваджхи, бетін жуғанықта бүкіл бетіндегі күнәлар төгіледі. Хатта тахруджа мин тахта
Ашфари айны тіпті көзінің астындағылар да күнәларда төгіледі. Фаида ғасала ядайхи харajal хатая min ядайхи. Енді қолын жуғанақта бүкіл қолында күнәлар төгіледі. Хатта тахруджу min тахта азфарихи. Тіпті тырнағының астындағы күнәлар да төгіледі дейді. فإذا مسح برأسه خرج الخطايا من رأسه حتى نخرج من أذنيه. Енді басына масық тартқан уақытта бүкіл күнәлар төгіледі, тіпті құлағында күнәлар да шығып кетеді. فإذا غسل رجليه خرج الخطايا من رجليه. Енді аяғын жуған уақытта бүкіл аяғында күнәлар кетеді. حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. Тіпті аяғының тырнағының астында күнәлар да шығып кетеді. ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة. Кейін оның барған жері мешіт болатын болса, оқыған намазы нафил намаз болса да дейді. Яғни Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бұл хадисінде кім-де-кім толық осы амалдардың бәрін жасаса, әрине парызды да, сүннетті де, уәжіпті де, мұстахабты да толық өтеген болумен біргелікте Алла субхана тағала ол пендеге осында ерекше сыйлықты нәсіп қылады екен. Енді жаңа айтып өттік, құлаққа масих тарту мәселесі жайлы. Бұл да көп елдің ортасында кездесіп жататын, туындап жататын мәселелердің бірі. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның мына бір хадисінде бұны да ашып айтады. Бұл Ибн Аббастан риуаят етіледі. Енді барлығын айта келе, яғни оң қолын жуды, сол қолын жуды дей келе, فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ وَأَخَلُّهُمَا بِالسَّبَبَتَيْنِ وَخَلَفَ بِإِبْهَمَيْهِ إِلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ. Бәрін тартып кетті, масих тартқан уақытта мына екі сұқ саусағын құлағының ішіне, ал екі бас бармағын құлағының артына жасады дейді. فَمَسَحَ ظَاهِرُهُمَا وَبَاطِنُهُ. Осылайша құлағының ішінде масих тартты, және құлағының сыртында масих тартты дейді. ثُمَّ غَرَفَ غُرْفَةً وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ الْيُمْنَى. Кейін тағы су алды, екі аяғын жуды дейді. Мына осыменен бастағы масих тарту қағидасының барлығы толық болды. Алдыңғы хадистерде қалай тарту көрсетсе, енді құлағының ішіменен құлағының артындағы қалқанды қалай масих тартуында Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Ибн Аббастан келген хадисінде осылай деп түсіндіреді. Енді осы мәселелердің бәрін ислам ғалымдары айтады. Бұл жерде барлық нәрсені үш жүйеден толығымен жасайтын болса, онда дәретінің ерекше фазилаты, артықшылығы болады дейді. Мұла бармақ араларында ысқылау жайлы да Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям анық хадис келеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бұл да Ибн Аббастан келген хадисте «Ида таваллаъта» егер дәрет алсаң дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям «Фахаллил асаби'a ядайка ва риджлайка». Дәрет алған уақытта, егер дәрет алатын болсаң, онда қолыңның бармақтарының арасын және аяғының бармақтарының арасында ысқыла деп әмір еткен еді. Осы негізде бұл да сахих базы кейбір ислам ғалымдары бұны сүннат муаккада деген, бірақ көпшілігі бұның мұстахаб екендігіне тоқталған. Яғни қолдардың бармақтардың арасында ысқылап жуу ол мұстахаб амалына жатқызған. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның және бір хадисінде енді
қолды бір мәртелеп жуу керек па, екі мәртелеп жуу керек па, үш мәртелеп жуу. Бұл жайлы пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисі келген, жаңа алдыңғы хадистерде келген, бір мәрте жуу парыз, екі мәрте жуу да келді. Енді үш мәрте жуу жайлы пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде нақтырақ айтады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бұл анасынан риwayat етіледі. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір күні дәрет алды шақырды, яғни көрсетті. Фағасала ваджхаху, бетін жуды, қолын жуды, аяғын жуды, бір мәртеден. Айтты: "Хаза вузуу ман ла яқбалуллаху минху гайраху." Бұл Алла Тағаланың қабыл ететін дәреті. Бір мәртеден жуу. Деді, тоқтап тұрды бір азырақ уақыт. Соң даа би вузуин, тағы да ыдыс дәретке су алдырды. Вағасала ваджхаху ядаху марратайни. Екіншісінде бетін, аяқ, қолын бәрін екі мәртеден жуды. Сумма қала: "Хаза вузуи ман юдаифуллаху лахул ажра." Бұл дәрет кім маған сауапты молырақ етсін десең, осы деді. Яғни екі мәртеден жуу сауапты көбейтеді деген сөз. Сумма макас, содан кейін тағы бір азырақ тұрды дағаны, пайғамбар даа би вузу, тағы да дәрет су алдыртып, ғасала ваджхаху саласан ядаху саласан, барлық қолдарын, беттерін, аяқтарын үш мәртеден жуды. Сумма хаза вузуи набийкум, мынау сенің пайғамбарларыңның дәреті деді. Мына кейбір жігіттер көріп жүрміз деді. Бір хадисті оқып алады да, бәрін білгендей, мына үш мәртеден жуу, барлығын үш мәртеден жуу, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, бұл пайғамбарлардың дәреті. Ва вузуи набийи қаблаху ау қабли, және менен алдыңғы пайғамбарлардың дәреті осы деді. Яғни әр дәрет алған уақытта барлық ағзаларды үш мәртеден жуу да, бұл пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның шынайы дәрет болып саналатындығын осылай деп келтіреді. Ең басты мәселе осы дәретте көбірек туындап жататын ол мына желкеге масих тарту. Осы кейбіреулер бидағат деп те айтып жатады, қорықпастан айқайлап. Бұл негізі бидағат емес. Бұл кімде-кім бұны да жасайтын болса, яғни масих тартты, басыңыз толық масих тарттыңыз, екі қолыңыз алақаныңызбенен, қолыңызбенен басыңызды масих тарттыңыз, екі бас бармағыңызбен саусағыңызбенен құлағыңызды масих тарттыңыз. Енді қолыңыздың сырты қалды. Онымен желкесіне масих тарту жайлы пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не дейді? Осыған қысқаша тоқталып өтейік. Бұл Ибн Умардан риwayat етіледі. Ол кісі айтады: "Қала ман таваллаа ва масаха ядаху ала унқихи ва қал ғулла яумал қиямати." Кімде-кім дәрет алып желкесіне, бұл жерде мойын деген бірақ ақаба, желке мағынасында айтылған, желкесіне масих тартатын болса, онда қияметте қиындықтан құтылыпты деді. Енді кейбір риwayаттарда айтады, қияметте пенденің мойнына тозақтың отынан не тағылады дейді? Хамут, яғни тағылып қалады. Яғни осы кімде-кім желкесіне масих тартатын болса, сол хамуттан сақтаныпты, қиындықтан құтылыпты деді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Енді ал бірақ ислам ғалымдары айтады, бұл жерде мына желке деген сөз бастың бітуіменен иықтың екеуінің ортасындағы орын мекен дейді. Бірақ тамақ емес. Тамаққа масих тарту, мынау тамаққа хулқум дейді мұны. Хулқумға масих тартуды ол барлық мазхабтарда бидғат дейді. Ал енді желкеге масих тарту ол мустахаб, парыз емес, важиб емес. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям осы хадисіне негізделіп, ислам ғалымдары мустахаб дейді. Сондықтан мойныңызға, желкеңізге, яғни масих тартсаңыз, сіз күнәһар болмайсыз, ешқандай бидғатқа тап болмайсыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына хадисінде нақты айтып жатыр. Жалпы енді осы бүгін дәреттің несіменен тамамдаймыз. Енді дәретте ниет парыз ба, парыз емес па дегенде тартыстар бар. Тіпті имам Шафи бұны парыз деген, өйткені Омар разияллаху анхудан келген хадисте иннамал амалу бинният, әрбір нәрсе амал ниетпенен болады деген хадисті тартса, жалпы енді
ислам ғалымдары бұл ниетті сүннетке тоқтаған. Осы амалдардың бәрін біз қашан толық қыламыз, толық жасаймыз, онда біз дәретіміз толық болады. Жай ғана толық болмайды, соның біргелікте Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям уәде еткен сауаптарға да кенелеміз. Ислам ғалымдары біз әзір кейбір нәрселерді білеміз, білмейміз, ол хадис бар ма, жоқ па қарамаймыз, бірақ енді көрсетілген фиқх кітаптарында қалай көрсетілген біз солай жасап жатырмыз. Ислам ғалымдары сол фиқх кітаптарын жазарда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның барлық хадистерін, соның ішінде ең сахих дегеніне сүйене отырып, осы жолдардың бәрін жасаған. Алла Тағала естіген хадистерімізге амал етуді нәсіп қылсын. Жасап жатқан құлшылығымызда алған мына бүгінгі қасиетті жұмада жұма парызын өтейін деп ниет етіп алып келген дәретімізді де Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өз көрсеткен дәреттерге лайық дәрет етуді Алла Тағала нәсіп қылсын.